Қайырлы күн, оқушылар, ата-аналар, ұстаздар. Сіздерді бүгінгі білім күнімен, жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Білім беру орындарында қашықтан оқытуға, оның ішінде білімді бағалаудың барлық түрлерін қашықтан жүргізу, әлемді жайлаған пандемия кезінде індеттің таралуын тежеу үшін қабылданған нақты қадамдардың бірі. Өйткені ұлттың денсаулығын сақтау, оның ішінде балалардың қауіпсіздігі біз үшін өте маңызды. Сондықтан биылғы оқу жылында санитарлық талаптарды сақтай отырып, ата-аналардың өтінішімен 1-ші сыныптың 225 оқушысы кезекші сыныптарда оқиды. Қалған мектептің 1845 оқушысы қашықтықтан білім алатын болады. Осындай жауапты кезеңді бірлесе ынтымақтастықпен өткіземіз деген ойдамын. Білім күні мерекесі тағы да баршамызға құтты болсын. Құс шалап аспанды, күз айы басталды. Бірінші қоңырау жайнатты жастарды. Қапағымды жаттайын, сабағымды баптайын. Бізді күнде мектепті ешбір жерден таппаймын. Мектепке алғаш барғанда ұстаздарды мақтаймын, сенімдерін ақтаймын. Бізді күнде мектепті әлем шаруап таппаймын. Мектепке біз барамыз, біз оқушы боламыз. Жақсы оқып сабақты кілең аламыз. Кел балалар оқылық, оқылғанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Оқысаңдар балалар, шана шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Мен осы 2020-2021 оқу жылында мектепті аяқтаймын. Уақытша қашықтан білім алуға дайындығым жақсы. Жалпы оқимын деген адамға ештеңе кедергі емес. Мақсатқа жету үшін тоқтаусыз еңбек ету керек. Алдағы уақытта бар білетінімізді еске түсіріп, ұбт-ға дайындығымызды жалғастыра береміз. Бәріңізді білім күнімен құттықтаймын.